Ассалаумалейкум, шоқпасары көрермендері. Бүгін Түркістанға келіп қалдық. Амантай аға, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, жігіттер. Шаруашылығыңыз көріп отырық, өте керемет екен. Қош келдіңіздер. Алдын енді көріп жүретін екен о. Ешкі саласында неше түрлі сүтті ешкілерді шығарып жүретініңіз. Енді асыл тұқымды қойдың бағытына өтіпсіз. Не себептен өтіп отырсыз бұл жаққа? Енді бізде өзіміздікі қазақ малсыз жүрмеген ғой. Сол себепті бізде барлық мал түрін ұстаймыз, бірақ қазіргі заманның талабына сай малдың да асыл тұқымдысын ұстаған жақсы да. Соған байланысты енді кезінде кәдімгі қойларды ұстадық. Білесіздер, қазір байсарының, басқа да осы асыл тұқымды қойлардың ең жақсы жақтары салмақты жақсы береді, адамның еңбегі ақталады. Ең бастысы махаббатпен қарайсың да бұларға. Ерекше. Әрі сүйкімділіктері бар, жәндегі етті де молынан беретіні бар. Сол жақтарымен ұнап, одан кейін осы деген кәсіпке кірісіп атқанымыз бар. Дұрыс. Енді бұл бастағаныңызға қанша болды бұл қой саласына өткеніңізге? Негізі қой жалпы мал шаруашылығында жүргенімізге қазір 20 жылдай болып қойды негізі өзіміздің. Ал енді именно осы асыл тұқымды қойға мен осы 25-тен бастап кірістім. 2025-тен бастап, 2025-тен бастап кірістім. Машалла, жақсы экземплярларды жинапсыз, мықты. Енді алла қаласа биыл бірінші төлін алып жатыр екенсіз қойларыңыз? Құдай қаласа өзімізге келіп алғашқы төлдер басы уже сатылымға шыққандары да болды. Уже сатылып жатыр? Сатылып та жатыр уже. Қазіргі таңда менде 2 қоз қошқар өтті. Жаман бағада емес, миллионнан содан жоғары сондай бағаларда өтіп отыр. Көрсетіп жіберіңізші миллионға сатылған қозыңызды. Қазірге енді мынау біреуін уже алып кетіп қалды. Осындай қызыл қоздан біреуі бар тұғын. Мынау қазір 1 миллионға сатылып отыр. Осы түркістандық жамағатта інішектер алды. Негізі бұны жан-жақ сұраған болатын, бірақ енді өзімізде қалсын деп әйтеуір інілеріміз сұрағаннан кейін таза элита егіздің сыңары. Бірақ енді анау ешкі, асыл тұқымды ешкі еміздік, витаминдерін, дәрумендерін бердік. Сонымен Аллаға шүкір, міне өте керемет болып өсті. Керемет. Мынау әдемілігі сөз жоқ екен, басы светлый, құлағының орналасуы, аяғының ақтығы, ұзын керемет екен. Одан кейін афгандарға, нелерге, жәндеге тән нелерден көріп, бұда көрсеңіздер, костяктары мощныйды, жуандық бар да бұда. Тек қана бойдың сорайғаны ғана емес, бұда костяктың кішкене несі бар, жуандығы. Әрі ең адамды қызықтыратын светі да түсі. Жүннің тазалығы да керемет екен. Жүннің тазалығы қылшық, таза қылшық. Бұл неше айлық бұл, Амантайға? Бұл қазір 2,5 ай болып тұр. 2,5 айлық, да? 2,5 ай. Анау, айып етпесеңіз, сыңарында бір түсір жүйрек көрермендерге қызық болу үшін. Ана дибінен нағыла береді, қалқына береді. Кел, Лео. 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 Мынау сыңары, мынау өзіме деп алып қалғаным болатын. Мына сыңары, осының екеуі егіз. Енді қызығы батса, баға шықса сатылады ғой бұл да? Бағасы шықса сатылады, осы Лео сатылады. Өзіме деп алып қалғаным. Биік, әдемі, құлақты көрсеңіздер міне. Құлақтың ұзындығы, барлығы өте тамаша. Енді свет бомба. Керемет екен. Свет жағына, жүннің тазалық жағына оған сөз жоқ. Екеуі кәдімгі бір-бірінен аумай ұқсайды екен, ше? Екеуі егіз. Екеуі де барлық махаббатымызды салып асыраған қозылар ғой бұлар. Берекесін берсін. Енді алам дейтін адамдар болса, сіздің шаруашылығыңызға байланыс номеріңізді айтып жіберіңіз. 702-509-9163. 702-509-9163 нөміріне шыға беріңіздер. Егер бағасы келіп жатса сатылады. Болмаса өзіміздің шаруашылық. Керемет қошқар екен, бұның шыққан тегін қысқаша айтып жіберсеңіз. Неше жаста бір ұстап көрсетіп жіберейік көрермендерге. Қазір мынау біздің кешегі көрсетіп жатқан. Хей. Мынау фараон деген қошқарымыз. Біздің. Күштілігі бұның. Жеңіз. Болды міне. Бұна біздің фараон деген қошқарымыз. Бұл тундраның прямой баласы. Танкердің немересі. Неше жасар бұл? Бұл қазір 2 жасар болды бұл. Бұл 2 жасар болды, 4 түске енді өтіп жатыр. Құлақ 21, бой 97. Керемет қошқар екен. Құлағының орналасуы, гарбаносы, басы светлый, аяғын жуандықтарын түсір жер олар. Костяктары мощный одан кейін, жуандықтары. Енді құйрық разрез до конца. Бұл қошқарға мен қызыққаным, кез келген жәндегі төлін
Ол қара қой болса да осындай қылып шығарады. Өзіне ұқсатып түсіреді. Өзіне ұқсатып түсіреді екен. Керемет қой. И осындай разрезді до конца береді екен. Егер ол птеу болса да, зеркальный болса да разрезбен түсіреді екен. Доминант десеңізші. Иә. Машалла. Берекесін берсін. Бұдан түскен қозылар бар ма? Енді менде жоқ болып тұр қазір. Бұл биыл түскен. Менде жоқ, бірақ арнайы видеолармен барлығын алғам. Себебі мен өзім бұны алып келдім ғой. Сол қораларды көріп, сөйтіп алып келген болатын бұл. Бұдан енді Алла қаласа Қырғызстаннан алып келдім бұны. Биыл түседі. Иншалла, иә. Болды. Тағы қандай қошқарларыңыз бар? Так, екіншісі мынау Сапаттың прямой баласы. Бұлымыз енді Алла нәсіп қылса жасқа енді келіп жатыр. Мына Сапаттың баласы 22 плюс құлағы. Тоже свет ашық. Разрезімен міне. Міне Сапаттың прямой баласы. Керемет қошқар екен. Дөң тұмсық, құлағында ақшыл бір орналасуы да керемет. Бұл шафран деген қошқарымыз біздің. Шафран. Құдай қаласа бұл да бір жүлдені жарайын деп тұрған қошқардың бірі болады. Берекесін берсін. Машалла, тұқымы тардай шашылып. Мына разрезін түсір жүр. Разрезімен түсір жүр. До конца разрез керемет қошқар екен. Қарасаңыздаршы. Қызыл, қазір бренд отқан цвет қой бұл. Бұдан әлі қозы... Жоқ, бұл әлі өзі енді қозыдан енді жасқа шығып жатыр ғой. Әлі қойға қойған жоқ. Әлі қойға қойған жоқпын. Биылға күзге таман қоямын енді, иншалла, пробник. Дұрыс, жақсы. Жақсы қошқар екен. Бұлардың бір артықшылығы, бұл Сапаттың линиясы ұрғашы маткілер жақсы береді. Саулыққа жақсы жұмыс жасайды. Мен сол жағына өзім қызықтым да ода. В основном саулыққа жақсы жұмыс жасайды бұлар. Жақсы. Мынау әдем қозыңыз, бұл қандай қоз? Линиясы қандай? Так, бұл тұрғанымыз енді қазір өзім элитам деп қоямын енді осыны. Элита ғой, қарасаңызшы құлағының орналасуы. Бұл қозының әкесі Ботя, құлағы 25-26, жоқ, 24,5-25 сондай шығады әкесінің құлағы. Ене жағынан белыйдың енесі. Мұнаныңкі де сол. Мұна қозыныңкі де әкесі Ботя, мұнаныңкі де. Мұна жерде мұнау, қазір мұнау костягі дәу қоз жүр ғой. Қазір мұна қозын түсіріп кетіңіздер. Енді костяк кәдімгі қошқардың костягі сияқты. Міне. Көрдіңіздер ма? Бәрі разрезбен костяк мощный мұнаныңкі, міне. Бұлар ұрғашы ғой? Бұл красавчиктің линиясы. Бұның бәрі ұрғашылар. Қоңырлардың бәрі ұрғашылар. Екі светлый еркек. Еркеге. Керемет екен. Мынау ненікі? Арсеналдың линиясы, то есть. Мынау арсеналдікі, және костяк мощный үшін артындағы. Ал енді Амантайға шаруашылығыңызға береке. Іске сәт. Рахмет жігіттер. Алла қаласа жақсы төлдер күте беріңіз. Чемпион қошқарлар шыға берсін шаруашылығыңызда. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міне. Жігіттерінде осылай келіп, жәндегі бауырлардың қораларын аралап, осы аға бауырлардың осылайынан көріп, тамашалап, елге көрсетіп атқан жігіттерге де Алла істеріңді берекелетсін. Құдай қаласа, әрбір қазақтың қорасы элита асыл тұқымды қойларға бай болсын. Байсары жасай берсін. Жігіттер. Рахмет, Шок Байсары көрермендері. Тағы да Түркістанның неше түрлі мықты шаруашылықтар бар. Тағы да түсіреміз. Видеоны көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Рахмет.